Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы ғаламшарлар. Мақсаты ғаламшарлар атауымен танысасың, жаңа сөздерді үйренесің. Жаңа сөздерді үйренейік. Ғаламшарлар планеты, телескоп, ірі, крупный, ұсақ, мелкий. Ал енді мәтінді тыңда. Күн жүйесі. Күн жүйесінде орналасқан ғаламшарларды алыстан телескоппен бақыладық. Міне қызық. Күннің айналасында ғаламшарлар түзу сызық бойымен күнді айналады. Олар сымдағы дөңгелек моншаққа ұқсайды. Меркурий мен шолпанды жерден бақылау өте қиын. Астрономдардың зерттеуінше ғаламшарлар туралы мынандай мәліметтер бар. Қоңырқайдың шамамен 60 серігі бар. Ол ең күрделі сақиналары бар ғаламшар. Жердің табиғи серігі Ай. Ең қызығы шолпан басқа ғаламшарларға қарсы айналады. Шолпан күн мен айдан кейінгі ең жарық ғаламшар. Сұраққа жауап бер. Күн жүйесіндегі ғаламшарлар неге ұқсайды? Ғаламшарлар сымға таққан дөңгелек моншаққа ұқсайды. Тапсырманы орында. Суреттерді атауымен сәйкестендіріп айт. Телескоп, зымыран, аспан, ғаламшар. Жарайсың. Ғаламшарлардың атауларын күн жүйесіндегі ретімен жазып шық. Бос орындарға нышы, інші, ыншы қосымшаларының қажеттісін жаз. Меркурий бірінші, шолпан екінші, жер үшінші, қызыл жұлдыз төртінші, есек қырған бесінші, қоңырқай алтыншы, Уран жетінші, Нептун сегізінші. Өте жақсы. Ал енді берілген сөздерге лар, лер, дар, дер, тар, тер қосымшаларының қажеттісін жалға. Ғарышкер, лер, ғаламшар, лар, тас, тар, сақина, лар, дөңгелек, дер, серік, дер, құпия, лар, ғалым, дар, жұлдыз, дар. Жарайсыңдар, сау болыңдар балалар.